Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш Әмір қызы. Бүгін каналымызда сосиска в тесте дайындайтын боламыз. Қамыры мақтадай жұмсақ, дайындалуы да оңай, әрі өте тойымды. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Бізге керек жылы сүт, құрғақ ашытқы, тұз және 2 ас қасық құмшекер қосып, бірінші жақсылап барлық ингредиентті ерігенше араластырамыз. Ақырындап ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Мен бұл жерде ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Бастапқыда күрекшемен араластырыңыз, сонда қолыңыздың барлық қамыр болып тұрмайды. Кішкене икемге жақсы келгеннен кейін, қоюланып бастағаннан кейін қолмен жұмыс істесеңіз болады. Құрамында құмшекер болғандықтан қолға жабысқыш болып келеді, сондықтан сұйық майды аз-аздан құйып, жақсылап қолымыздың көмегімен илейміз. Осылай бір қарқынмен артық ұнды қоспай, қолыңызға жабысып жатса да 5 минуттай илеңіз, сонда сізде июі қанған жұмсақ қамыр пайда болады. Егер де қолдарыңызға қатты жабысып жатқан болса, арасында осылай қолыңызды майлап, илеуді жалғастырыңыз. Міне бізде қамыр дайын болды. Кішкене ғана қолға жабысып тұр, байқасаңыздар, енді көтерілуге 1 сағатқа қоямыз. Қамыр көтерілгеннен кейін, қамыр жаятын жеріңізге аздап ұн себіңіз, одан кейін қатты баспай, ыдысынан ақырындап алып, тағы да беткі бөлігіне ұнды сеуіп алыңыз. Осы тұрған жерінде қозғалтпай, жаңағы қамырды жаямыз. Қамырды қатты жұқа етпейміз, шамамен қалыңдығы 3 мм болу керек. Енді қамырымызды ұзынша етіп, ені шамамен 2 см болатындай кесіп шығыңыз. Қамырды сосискаға орайтын кезде, жаңағыдай қатты созбай қамырды және араларын ашпай, бір-бірінің үстіне сәл ғана беттестіріп орау қажет. Сонда піскен кезде аралары тым қатты ашылып кетпейді. Араларын ашып қойып, противенге бірден қойыңыздар. Тағы да біраз көтерілу үшін бетін 5-10 минутқа жауып қойыңыз. Бұл қамыр көтерілгенше қалған қамырларды сосискаға орап тастайық. Бұл жерде мен үнемдеу үшін бір сосисканы 2-ге бөлдім. Қалған жартысымен жаңағыдай барлық қамырларды орап шықтым. Артылып қалған қамырымды кішкене формаға келтіріп, нан секілді етіп кәдімгідей пісіріп аламыз. Қайта бұл ең дәмді нан болып шығады. Енді көтеріліп болғаннан кейін бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Күнжіт себеміз осы аралықта пешті қосып, алдын ала қыздырып дайындап қойыңыздар. 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Не бізде пісіп шықты, сондай үл-бүлдек жұмсақ үлкен болып, енді бұл ашылған қамырға салды ғой, қараңыздар. Қандай әдемі болып пісіп шыққан. Сүтке иленгеннен кейін сондай жұмсақ мамық, оның үстіне бұл сондай тойымды, ароматты болып тұр. Иісін сезгілеріңіз келсе, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмір қызы.